12 жастағы бала асқазан рагына шалдығып, асқазанын алып тастап, прямой жалғап қойған. Міне сол баланың мамасының құрбысы келді өткенде, енді қатты қиналып жатыр дейді. Дәл қазір тек қана дәрімен, химиямен ұстап отыр дейді. Ал енді мамасы айтады дейді, осы баланың түбіне жеткен мынау көрсетейін чипсы и мынандай кирешки деген нәрселер. Яғни өздерінің магазины бар екен. Енді магазин болғаннан кейін балдары өздері сол жерде жүріп, жей осындай бәле батырларды нәтижесінде раковый клеткалары оянып, онкологиялық ауруға шалдыққан, яғни асқазан рагына шалдыққан. Құрметті достар, құрметті қазақстандықтар, әрбір қазағым, біле жүріңіздерші, мынандай қазіргі химиялық заттарды көп жейді. Жастар, тіпті жас ата-аналар кішкентай баласына да қасына отырғызып қойып беріп жатқанын талай көрдік. Міне бұл чипсидің құрамында, барлық чипсидің құрамын қарасаңыздар, құрамында міне Е621, Е627, Е631. Яғни өте ауыр раковый клеткаларды оятатын химиялық тағамдық қоспа. Міне мына кирешкиді қараңыздар. Құрамы қаяқта құдай қойған. Е621, Е319, Е627, Е631, Е330, Е262. Яғни Е деп таңбаланған, емен таңбаланған, Е кодымен белгіленген тағамдық қоспалар өте зиянды денсаулыққа, қанның құрамын құртып жібереді, гормондардың тепе-теңдігін бұзады және де раковый клетканы оятады. Сосын міне мынандай сыр. Осы сырды жейтін кісілер бар ма жалпы? Бұның құрамына келетін болсақ, Е331, Е450, Е452, Е1422. Құдай-ау, мынау деген бүйтіп тұр. 4 очкимен көретін қылып қойды, қандай жазып қойыпты. Көріне ма? Міне, осы Е деген тағамдық қоспалар бар дүниелер қазір раковый клеткаларды оятып, небір мынау асқазан, жалпы мынау ішектегі, бауырдағы мынау раковый клеткалардың оянуына себепші болып отыр достар. Егер мынау балдарыңызға жандарыңыз ашса, өздеріңіз денсаулықтарыңызға жандарыңыз ашса, құрамында Е деген заты бар нәрсені жемеңіздер, ішпеңіздер.